Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbimiz Alloh taolani maqtaymiz. Оның ұлықтығын сезінеміз. Бір ғана Аллах тағала құлшылық жасап жалбарынып, одан ғана кешірім өтінеміз. Және де Аллах тағала кімді тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды, ал кімді адастырса, оны ешкім тура жолға салмайды. Және Аллах тағаладан күнәларымыздың кесірінен, нәпсіміздің жамандығынан, Алла басымыздың амандығын бер деп сұраймыз. Аллах тағаланың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын, оның әулетіне болсын, оның сүннетінен ұстап соңынан ерген барша үмбетке болсын дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз негізі Аллах тағаладан баршаңызға игілік пен сәлем болсын. Тақырыбымыз біз өлгенге не істей аламыз деген тақырыпта. Өйткені осы тақырыпта көбінесе мұсылмандар арасында даудың біреусі осы болып тұрады. Тіпті кейбір жерлерде жалпы тіпті мақал бар ғой. Өздері айтады, ол мақалдың екі түрлі тұсы бар. Бұл тақырыбымызды солай деп алсақ болады. Өлгеніңді сыйлай біл деген тақырыпты алсақ болады. Өйткені өлі риза болмай тірі баймайды деп қояды, өліні сыйлау керек деп қояды, бірақтан сол сыйлаудың жолдарын білмейді. Біздің көбінесе сыйлауымыз сыйынуға айналып кетеді. Ал өлікке сыйыну ол сыйлау емес, оны қинау да. Ертең оған шынымен де үлкен жауапкершілік беру, өзімізді күнәға алып барамыз. Ертең біз сыйынған өліктердің бәрін Құдай тағала біз сыйынғаны үшін оларға сұрақ қояды. Ертең олар да жауап бере алмайды, сондықтан өзімізді үлкен күнәға алып бардық, оларды да үлкен жауапкершілікке кіргізіп қойған болады екенбіз. Өйткені Аллах тағала Құранда айтады, біз білеміз, мысалға қазір осы өлгендер деген кезде көбінесе өлгенді әруақ деп атайтын болсақ, осы әруақтарға сиынып жүргендер бар, оны сыйламай керісінше қателесіп жүргендер бар. Бұл тақырыпқа кішкене мұқият болуларыңызды сұраймыз. Өйткені барған кезде ертең сіздер де біреулерге түсіндірулеріңіз керек. Бұл тақырып сонымен қатар осы тақырып айтқанымыз қазақ жеріндегі мұсылманшылықты ұстаушылардың көбінесе ақидасы осы тақырыпта бұзылады. Ең жиі бұзылатын жері осы әруақ мәселесінде болып келеді екен. Мысалға біздерде айтайық, осы сыйлап жүрміз дейді, мола аралап кетеді. Сыйлап жүрміз дейді, барып бір моланың басына түнеп жатады, тілеп жатады. Болмаса Арыстанбап бізден кең талған Қожа Ахмет Яссауи деп қояды. Сыйлап атамыз, оның бәрі сыйлық емес негізі. Сыйласаң сен оның жолымен жүр, дін үйрен деген сияқты оған дұға қыл, одан сен одан жәрдем сұрай алмайсың. Егер оларға сыйынып атқан болатын болса, Аллах тағала ертең қияметте не болатынын бәрін біледі. Кім не істейтінін алдын ала хабарлаушы. Сол Аллах тағала Құранда айтады екен, мысалға христиан өкілдері Исаға сыйынады, ал Иса пайғамбар. Иса пайғамбар. Ал біздің сыйынып жүргендеріміз пайғамбарлыққа да татымайды. Сонда сол Исаға сыйынған христиандардың өздеріне байланысты Аллах тағала қияметтің күні болған кезде Иса пайғамбарды сұрақ қалатындығын Құранда бізге хабарлаған. Аллах Құран айтқан, «Ааңда құлта линнаси тахизуни ва уми илахи мин дунилла». Сен ба деп айтады екен Аллах тағала Исаға. Өзіңді және шешеңді Құдайдан бөлек бір сыйынатын құрал ретінде ал деген сен өзің ба дейді екен да. Сен сөйтіп үйреттің ба, маған сыйыныңдар, мен сендерді Құдайға жеткізем, менің шешеме сыйыныңдар, сол шешем арқылы Құдайға жетесіңдер, сол арқылы Құдайдың ризалығын табасыңдар, біз сендердің ортада делдал болып тілектеріңді жеткіземіз деп үйреткен сен ба деген кезде Иса пайғамбар, жоқ, Аллах тағала мен бір ғана өзіңе сыйынуға үйреттім, олар өздері адасты, жазалайсың ба, кешіресің ба, азаптайсың ба, не істейсің өзің білесің деп халқынан қашып кетеді. Егер пайғамбар Иса солай қашқан болатын болса, онда сен қанша сыйынған әруақтардың бәрі оларға тек қиындық алып келсін. Ертең Құдай тағала соларға сыйынғандардың бәрі үшін сұрайды. Сен бе едің соларды жарылқайтын? Сен бе едің солардың тілегін беретін? Сен бе едің ортада жүретін делдал деген кезде, жоқ, Аллах тағала біз ондай айтқан жоқпыз, үйреткен жоқпыз, олар өздері адасты, өздері келді деп келеді. Сол үшін Құранда «Уама лахум бихи мин илм вала ли абаихим» деп Аллах Құранда Кияф сүресінде олардың ол істеп жатқан істеріне өздерінің де ата бабаларының да білімі жоқ дейді. Өздерінің де ата бабаларының да бұл істеп жатқан тірліктерінде білімі жоқ дейді. Шынымен де Аллах тағала қалай дәл айтады Құранда? Олар әруаққа сыйынып жатыр. Ол жайында оларда бір білім жоқ. Неге олай істейсің деген екен, олар не істейді? Соны ақтау үшін
Біз бұлай істеп жатқанымыз ата-бабаларымыз солай істейтін деп ата-бабаларын итеріп қоя салады. Ата-бабаларымыз осы жолда таптық дейді. Ал Аллах Тағала айтады, олардың істеп жатқан тірліктері үшін өздерінің де ата-бабаларының да білімі жоқ дейді. Ондай болатын болса біз негізгі тақырыбымызға көшеміз. Негізгі тақырыбымыз сол өлгенге не істей аламыз деген сияқты. Жалпы бір өлген адамдар туралы айтқан кезде көбінесе ойлап қаламыз, бітті, солар өлді, біз өлмейтін сияқты, мәңгі өмір сүре беретін сияқты ойлаймыз. Негізі өзімізде өлетіндігіміз хақ. Әрбір адам ол өзінің өлетін туралы ойлану оған парыз. Аллах Тағала Құранда өте жиі бізге бұйырған, және пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам да аксиру мин зикри хазимил лаззат деп айтып кеткен, адамның рахатын қашыратын өлімді жиі ойлаңдар деп бізге бұйырған болатын. Сондықтан бұл әрбір адам өзінде алдыңғы күнді ойлау керек. Егер бұл өлімді ойлау деген сөз дарғасылып өлу емес, өзің оқ дайындап жүру емес, молаңды асып қою емес, өлімге дайындалу деген Құдайға жолығатын бір күн бар. Сол күні Аллах Тағала менің өмірдегі бүкіл тіршілігім сұрақ болады, жастығымды қалай өттім, денсаулығымды қалай пайдаландым, мал дүниені қайдан жинадым, қайда шаштым, Құдайдың бұйырған бұйрықтарын орындадым ба, орындамадым ба, күнәдан тыйылдым ба, тыйылмадым ба деген сұрақ мәселелерінде болып келеді екен. Сондықтан осы нәрсеге дайындалу болып келеді екен. Ондай болатын болса, осы өлікке қатысты біз 20-ға жуықты бір мәселелерді қамтып өтеміз. Оны білулерімізге тиісті болып қалады екен. Біз өлетін адамды сыйлайтын болсақ, бірінші оның өлместен бұрын бастауымыз керек. Ең бірінші, жалпы көп жағдайда араб тілінде мухтадир деп қояды, өлім халіндегі адам. Өлім халіндегі адам. Нақты кімнің қашан өлетінін бір ғана Құдай біледі. Басқа ешкім білмейді. Тіпті сахабалар болған, енді өлем ғой деп қоштасып қалған кезде өлмей қалғандар да болған. Енді өлмейтін шығарым деп ойнап күліп жүрген адамның да өліп қалған кезеңдер болған. Бірақтан көп жағдайда өлетін адамның ахуалы белгілі болып қалады, ол төсек тартады, болмаса үлкен жарақатқа ұшырайды, болмаса үлкен бір сондай қиын жағдайға ұшырайды. Сол кезде біз не істеуіміз керек? Мұсылманның алдында қандай міндеттері бар? Қалай сыйлауымыз керек? Оның біз жөнді жолын білмесек, ол жаңағы керісінше күнә істеп кетуіміз мүмкін. Өйткені ғалымдар айтқан, «Әл-амалу биля илмин джинаятун», ілімсіз амал жасау қылмыс деген да. Ілімсіз амал жасау қылмыс. Сол үшін әрбір істің алдында білім тұрады екен. Егер біздің көз алдымызда бір адам жан тапсыратындай болып қалған болса, ол бізге жақын бір бауырымыз болса, туған туысқанымыз болатын болса, ол айтыр біз жаңағы қан жақындығы болмаса да Құран жақындығы бойынша бір мұсылман бауырымыз болатын болса, онда бізге бірінші шариғаттың үйрететіні тәлқин деп қойды. Лаққину маутакум ла илаха иллаллах деген пайғамбарымыздың хадисі екен. Яғни өлейін деп жатқан адамдарыңа ла илаха иллаллахты айтыңдар деп кеткен. Міне біздің бірінші білетіміз осы. Бізде қазақшылықта иман үйру деген нәрсе бар. Адамдар жүреді, өледі, бірақта дәрігер айтады, ал енді жылқыңды дайындай бер деп үйіне шығарып жүрген кезде, ол бейшаралар не іздейді? Молда іздей бастайды. Не үшін? Иман үйіріп берші дейді. Бірақ иман деген компьютер емес қой, кез келгенге тарата беретін. Оны өзің әрекет қылмасаң, өзің түсінбесең, ол және болмайды. Және иман үйірген кезде пайғамбар айтады, лаққину маутакум ла илаха иллаллах, ла илаха иллалланы айтқызыңдар дейді. Ла илаха иллалланы айтқызыңдар. Бірақ құр айтқызу міндет емес, оның мағынасын түсіндіру керек. Егер оны құр айтқан болатын болса, мағынасын түсінбесе, ол да оны құтқармайды. Неге ла илаха иллалланы айтқызуымыз керек? Өйткені пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам жеткен бірнеше хадис бар осы мағыналас. Бір хадисінде айтады, "Ман кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал джанна." Кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах болса, ол жәннатқа кіреді деген. Егер сіз өлейін деп жатқан әкеңіз ба, бауырыңыз ба, шешеңіз ба, әпкеңіз ба, досыңыз ба, басқаға сондай өлім халіне душар болған кезде осы сөзді айтқыза білетін болсаңыз, ол осы сөзді айтса, онда сізде үміт қалады, жәннатқа кіретін болды деген. Оның мағынасын түсіндіру керек. Және де пайғамбар айтқан, "Ман мата ва лам юшрик биллахи шай'ан дахала жанна" дейді. Кім өлсе, Аллахқа ширк қоспай өлсе, жәннатқа кіреді дейді. Ла илаха иллаллах бір Аллахқа сенуді үйретеді. Сондықтан айтуымыз керек екен, жаны шығып барған адамға сен ла илаха иллаллах деп айт. Бір ғана Аллах Құдайға сиынатын біл. Аллахтан бөлек нәрсеге сиынған болатын болсаң, кешірім сұрап қал. Бір Аллаға сиын. Ислам шариғаты бойынша өлгенге сиынуға болмайды, пайғамбарға сиынуға болмайды, күнге сиынуға болмайды. Оның бәрі жаратылыс, ал құлшылық тек қана жаратушы Аллахқа болады деп түсіндіруіміз керек. Егер ол осыны мойындаса, Құдайдың құдіретін толық, онда ол бізге үміт береді, жәннатқа кіреді ау деп. Бірақ өлейін деп жатқан адам